Саламатсыздар ма? Есеп. Арманның әжесінің үйінің нөмірі 20 санынан кіші екі таңбалы сан. Арманға сол санның цифрларының қосындысы мен олардың көбейтіндісінің қосындысы сол санның өзіне тең екені белгілі. Бұл қай сан деп ойлайсың? 20-дан кіші екі таңбалы сан. Арманға ол санның, жаңағы екі таңбалы санның цифрларының қосындысы мен цифрларының көбейтіндісінің қосындысы сол санға тең екені белгілі. Олай болса, әжесінің үйінің нөмірі нешінші? Ал енді мына жерге біз 20-дан кем сандарды қойып көрейік. 20-дан кем 19. 19-ымыз 1 және 9 деген цифрлардан тұрады. Онда 1-ге 9-ды қосамыз. 10 болады. Ал оған 1 мен 9-дың көбейтіндісін қосамыз. 19 тең 19 шықты. Сонда Арманның әжесінің үйінің нөмірі 19. Екінші есеп. Арман 70-ші үйде тұрады. Оның достарының үйлерінің нөмірлері 70-тен кем екі таңбалы сандар. Ол сандардың әр қайсының цифрларының қосындысына сол санның цифрларының көбейтіндісін қосса, әр досының үйінің нөмірі шығады. Арманның достары нешеу? Енді осы есептің құпиясын айтайын. Мына жерде 19 болса, келесі сан 29-ды қойып көрсек те дәл осындай есеп шығады. 39-ды қойып көруге де болады. Егер біз 30-дан кіші санды іздеп жатқан болсақ, ол кезде бұл жерде 29 болар еді. Бұл жердегі 30-дан кем екі таңбалы сан 29 және 19. 29-дың цифрлары 2 және 9, 2-ге 9-ды қосамыз. 2-ні 9-ға көбейтеміз, қосындысы 29 шығады. Ал егер біз 40-тан кіші деп айтатын болсақ, онда бұл жерге тура келетін сан 39 болады. Тексеріп көрейік. Мына 3-ге 9-ды қоссақ 12 болады. 3-ті 9-ға көбейтсек 27 болады. 27-ге 12-ні қоссақ 39 шығып тұр. Сонымен 40-тан кем екі таңбалы санымыз 39, 29, 19. Осындай есептерді шығарып жүргіңіз келсе, Жанар апаймен бірге бол YouTube каналына тіркеліңіз. Мына есептің жауабын комментарийге жазыңыз.